Балалар сәлеметсіңдер ме? Бірінші сабағымызды бастамас бұрын амандасып алайық, иә, шаттық шеңберінде. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз дыбыстық талдау деп аталады, иә? Балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дыбыстық талдау. Бірақ та сабағымызды бастамас бұрын екінші сендерді 3 топқа бөліп алдым, иә? 3 топымыз біреуі дауысты дыбыс, екіншісі дауыссыз дыбыс, үшіншісі буын болып 3 топқа бөлдік, иә? Енді осы 3 топқа тапсырмаларымыз бар екен. Ең бірінші тапсырмамызды бастамас бұрын сабақтың мақсаты, яғни дауысты мен дауыссыз дыбыстарды ажырата білу, буынға бөлу, иә? Буынға бөліп оны оқып беру. Жақсы. Келесі кезекте, қане, сендер қалай ойлайсыңдар? Дыбыс дегеніміз не? Кім айтады? Кім айтады? Алтынай, айтады. Дыбыс дегеніміз не? Дұрыс айтасың, құлаққа естіледі екен, бірақ көзге көрінбейді екен. Әріп дегеніміз не? Әділхан, әріпті не істейміз біз? Жақсы, дұрыс айтасың. Біз оны жазады екенбіз, көре алады екенбіз, иә? Жақсы. Келесі аятта дыбыстар нешеге бөлінеді екен? Дарын айта ғой. Екіге бөлінеді екен. Қандай бұл? Дауыссыз бұл. Және оны қандай түстермен белгілейді екенбіз? Қызыл және көк түспен белгілейді екенбіз. Жарайсыңдар. Ал балалар олай болса, ертегеннен саяхатқа кірсек, иә? Қараңдар балалар, сендерге ертегі елінен мақтақыз бен мысық келіпті. Сендер мақтақыз бен мысықты білесіңдер ме? Иә, білесіңдер, иә? Сендерге мақтақыз бен мысық арнайы келіпті. Айтады, балалар, ертегеден жай келген жоқпыз дейді. Мен сендерге біз мысық екенбіз, сендердің білімдеріңді тексеру үшін келдік. Қаншалықты сендер білімде келер? Бірақ біз ертегеден 3 қапшық алып келдік. Осы қапшыққа сендердің білімдеріңді тексеріп саламын. Және де, балалар, сендер мысалға тапсырма орындайсыңдар ғой. Сол тапсырмаға мына секілді әр топқа жұлдызшаларын салып отырамын. Кімнің білімі жақсы екенін содан анықтайтын боламыз. Ал келесі кезекте қараңдар балалар. Бірінші топ ол дауысты, иә? Дауысты ол бізге қараңдар. Мысалға, сендер мақтағыз бен мысықтың қандай кейіпкерлерді білесіңдер? Кім айтады? Аяулы, сиыр, Әділхан, тауық, қандай кейіпкері бар? Асылым, тауық, бұрыс тышқан екен. Бізге тауық келіпті, қараңдар. Тауық келіпті. Енді және де сендерге мына секілді сиыр келіпті. Балалар, олар қараңдар. Бұлар жай келген жоқ. Бұлардың қарындары, ашқаларын орындасаң ғана мен саған жапырақ беремін деп айтыпты. Содан ол ертегі елінен сиыр сендерге келіпті. Маған мына тапсырмаларды орындап, менің қарнымды тойдырыңдаршы деп келіпті. Келесі тауық айтыпты. Мен мына жұмыртқаларды ұяма қондыра алмай жатырмын дейді. Сондықтан менің жұмыртқаларымды ұяға қондырып беріңдерші дейді. Иә, үйшікке салып беріңдерші дейді. сондықтан қазір сен әрқайсыларыңа тапсырма алып келді. Сол тапсырманы мен сіздерге таратып берейін. Бірінші кезекте қараңдар. Бірінші топтың тапсырмасы бірінші дауысты дедік, иә? Дауысты топқа мына жерде тауықтың тапсырмасы бар екен. Яғни тауықтан қараңдар. Тауықтан мына секілді ақ жұмыртқа бар екен, иә? Ол осы ақ жұмыртқаның қайсы мына үйшіктерге орналасқанын білмейді екен. Соны сендер орналастыруға көмектесесіңдер. Мына жерден аласыңдар бір-бірінен, тауыққа көмектесе аласыңдар, жұмыртқа екен. Келесі буынға мына сиырды қойдыруымыз керек. Яғни сендер мына жерде жапырақты алып, жапырақтағы тапсырманы алып, сиырды тамақтандырамыз, жасыма. Үшінші сендерге мына секілді асықтар берілген. Үшінші топқа дауысты және дауыссыз. Сол асықтарға осы асықтарды сендер оқып, бастапқы әріпті дауыссыз ба, дауысты ма, соны асықтардың ішіне салатын боламыз, жасыма. Қане, олай болса, бірінші топ келесі еге жабыстырды, иә? Екінші топтың тапсырмасы қане. Екінші топтан шығарып, Азиза келе ғой. Азиза келе ғой. Тез асықтағы буынды оқып, қайсы дауысты екен айтады. Ала ғой. Ал оқи ғой. Да. Бірінші әріпі дауысты ма, дауыссыз ба? Дауыссыз екен, қайсына саламыз? Иә, мынаған салады екенбіз, жақсы, жарайсың. Келесі бір жұлдызшаны салып қойын. Келесі үшінші топқа, қане, үшінші топтан келеді Айбын. Айбын келе ғой. Айбын келеді. Қане, Айбын сен жердегі буындар оқып көресің, иә? Бізге сиырымыз тамақтанды ғой. Қане, ала ғой, ала ғой. Не деп жүрген? Тас деп жүрген. Қане, сал ғой. Сиырымызды тамақтандырамыз, иә? Жақсы, жарайсың, отыра ғой. Келесі, балалар сендер осы тапсырмамызды тыныштығымен ойладырып боламыз, иә? Қараңдар, барабан әдісінде кімге қазір мынаны басамын, кімнің аты шығады, сол балаға мына секілді тапсырма, мына жерде әріптер жазылған, сол әріптерден басталатын сөздер айтасыңдар, жасыма. Дарын келіпті, дарын біреуін алам ғой, содан басталатын дұрыс айтасың. Қарай, балаға қараймыз, қай дұрыс келді, тыныш. Қандай дұрыс келді? С-дан басталатын қандай сөз білесің? С.
Seni tutarım yasalar. Ormuzdan durar. Yedi ağaçlar, altından gelsin. Kırk kış yeter arkadaşlar. Ülke nasıl yapılır? Nasıl yapılır? Nasıl yapılır? Bir tane bozdan su içer. Dayan, sola kol koyuyorum. Ya sabah olur aynı değil ya. Hani o olmasa ben hiç okamazlar. Daha uzun tutsak basmayız. Hani su çıktı? Ayağı. Bak, demek su çıktı. Hani dursa buraya gitsin. Dur. Bak, na bunlardan söz vardı. Jaksa ben üç toplar bir koy koyayım. Yarasın. Gelirse 23 nokta kışa. Daha uzun soğukmazdı ben. Hani su çıktı senin dedi. Hani su çıktı? Kaskar degan so'z chiqdi. Yarasa kaskar degan ekan. Yarasida ular baribir qo'ymaymiz. Kelasi uchinchi bugun o'qimizdashi. O'qimizda qanday so'z chiqdi? Terezi ekan ya. Yarasida. Senga yedi bir qo'ymaymiz. Samsamani o'yinga yaxshi o'rindab chiqqanlar. Taqtaqashlar, senga o'slar. Bu kelgan o'yini deb ataladi. Bu kiyiklarga senga hozir mana menga kelgan o'yinni o'zi kiyiklarga qayerchamizni lashtirib dard deymiz. Har kiyiklarga kiyadi, sol kiyiklarga sifatlab kelsa, bunga böyle qayersidan boshqalarni aytib berasizlar. Demak, har topdan bir o'qish chiqadi. Yaxshimi? Qani zamondan chiqqan qani adalaga. Qani adalaga. Qani dablar taqtiraga. Qani taqtir. Yaxshi, bu bilan. Maqsadimiz bu qavishim. Necha bu bilan? 3 bu ikki uchun 3 Davusda, davus var. Yaxshi, o'sha birinchi to'pqa berib. Bu bizga tushuntirib жатыр. Janada tavuğumuzda, siyirimizda, senga o'te ulkan rahmat aytib жатыр. Rahmat bola, to'y topshirmamizning bari, qiyinliklarimizning barini sheshib berdim deb. Mana qavimizga senga bilib yetib to'g'ri. Ertaga olib ketamiz. So'ngdan senga ko'p alqishlarni bildirib жатыр ekan. Yaxshi, so'ng men sababimiz аяқталды. Sog' bo'ling.